UFC монополиясы файтерлер неге аз табады? UFC бүгінде аралас жекпе-жек әлемінің абсолютті көшбасшысы. Бірақ бұл билік оларға оңай келген жоқ. Олар бәсекелестерін бірінен соң бірін жұтып, нарықтағы жалғыз ұйымға айналды. Бір кезде MMA әлемінде түрлі ұйымдар болған. Pride, жапондық жекпе-жек өнерінің символы, Strikeforce, Vic, Affliction, тіпті Bellator сияқты ұйымдар өз жұлдыздарын шығарды. Алайда UFC олардың барлығын не сатып алды, не тұншықтырып тастады. Нәтижесінде, бүкіл аралас жекпе-жек әлемі тек бір есімге UFC-ге тәуелді болды. Бәсекелестік жойылғаннан кейін бәрі өзгерді. UFC енді жауынгерлерге жоғары төлем ұсынудың қажеті болмады. Себебі басқа жерге кетсең, саған көрермен де, жарнама да, танымалдық та жоқ. Ал енді UFC мен бокс арасындағы айырмашылыққа қара. Бокста тіпті орташа деңгейдегі спортшы бір жекпе-жек үшін $100,000 табуы мүмкін. Ал UFC-де көп жауынгерлердің қалтасына түсетін ақша ұйымның бір билетінің құнынан да аз. Бір билет $800, ал кейбір файтерлер жеңілсе, соның жартысын да алмайды. UFC-де тек жұлдыздарға жақсы төлейді. Конор Макгрегор, Джон Джонс, Адесanya сияқты есімдер үлкен табысқа ие. Ол көрермен тартады, аренаны толтырады, демеушілерді қызықтырады. Бірақ мыңдаған басқа жауынгерлер сол жүйенің ішінде өз орнын таба алмай жүр. Көптеген жаңадан келген файтерлердің келісім шарты $10 және $10,000. Яғни жеңсең 20 мың аласың, жеңілсең тек 10 мың. Салық пен менеджер, жаттықтырушы үлесін алып тастасаң, 4-5 мың ғана қалады. Бірнеше айлық дайындық, жарақат қаупі, салмақ түсіру азабы бәрі $4,000. Бұрын жауынгерлер өз демеушілерінен қосымша табыс табатын. Бірақ UFC ол мүмкіндікті де жапты. Енді рұқсат етілген логотиптер ғана, және ол ақшаның көбі ұйымның өзіне кетеді. Bellator біраз жыл бойы балама болды. Онда өз жұлдыздары бар еді. Patricio Pitbull, Michael Venom Page, Douglas Lima. Бірақ нашар менеджмент пен қате шешімдер салдарынан ол да құлады. Қазір Bellator'ды PFL сатып алды. Бұл соңғы тәуелсіз ұйымның да аяқталуы. Енді жауынгерлердің алдында екі-ақ жол қалды. UFC мен келісім шартқа отыру, немесе белгісіздікке жоғалу. UFC даңққа апарар есік, бірақ сол есіктің ар жағында бәріне орын жоқ. Қорытынды. UFC бұл арена. Мұнда сен тек жауынгер емес, жүйенің бөлігісің. Билікті бақылағандар ережені де қояды. Жұлдыздар байып жатыр, ал қалғандары жай ғана тарихтағы көлеңке. UFC әлемінде бәрі еркіндік үшін төбелеседі. Бірақ ең үлкен күрес ақиқат пен әділ төлем үшін.